Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай дәмді әрі тез дайындалатын тіске басар әзірлейтін боламыз. Келесі рецептерді менің каналымнан жіберіп алмас үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Достар, бұл ерекше тіске басарды әзірлеу үшін бізге 400 грамм ұн, 180 грамм айран, 1 ас қасық сұйық май, 2 ас қасық қант және тұз, ас содасы қажет болады. Ең алдымен тереңдеу ыдысқа айранды құйып, 1 шай қасық ас содасын салып, араластырып, 5-10 минутқа қойып қоямыз. Одан кейін қоспамызға тұзды, қантты және ұнды салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз қолға жабыспайтындай жұмсақ қамыр болу керек. Достар, бұл қамырдың ерекшелігі өте ұзаққа көтерілдіріп қоюдың қажеті жоқ. 5-10 минут тұрса жеткілікті. Осы тіске басарлар өте тез дайын болады. Сіздер де дайындап көріңіздер. Ең соңынан осылай сұйық май құйып 10 минутқа қалдырамыз. Келесі кезекте тіске басардың салмасын дайындаймыз. Өте үлкен емес қызанақты алып, осылай дөңгелектеп турап аламыз. Одан кейін 1 зубчик чеснокты алып, өте ұсақтап тураймыз. Келесі кезекте бізге 150 граммдай сүзбе керек болады. Аз ғана тұз салып, осылай шанышқының көмегімен өте ұсақ етіп езіп аламыз. Осыған өте ұсақ етіп туралған чеснокты саламыз. Қоспамызды жақсылап араластырамыз. Неке біздің салмамыз дайын. Келесі кезекте қамырға кірісеміз. Қамырдан шағын ғана бөлік алып, жайып аламыз. Қамырды жайған кезде өте қалың да, өте жұқа да болмау керек. Қалың болып кетсе, пісірген кезде қазір шикі болып қалуы мүмкін. Осылай бірінші жайылып болған қамырды бір бөлік алып қоямыз да, енді қамырдың екінші бөлігін жаюға кірісеміз. Достар, осындай тіске басарды сіздер де дайындап көріңіздер. Келесі кезекте тіске басардың салмаларын саламыз. Ол үшін бірінші осылай қызанақтарды қойып шығып, бетіне 1 шай қасықтан сүзбелерімізді салып шығамыз. Сүзбені көбірек салсаңыздар да болады. Сүзбесі көбірек болса өте дәмді болады. Одан кейін бірінші жайылған қамырды осылай бетіне жауып беттестіреміз. Кез келген үйдегі кружкамен немесе печенье жасайтын дөңгелекшемен осылай кесіп алсаңыздар болады. Өте оңай, өте тез дайындалады. Достар, келесіде менің каналымнан шығатын рецептерді бірінші болып көру үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Достар, енді осындай дайын болған тіске басарларымызды қызып тұрған майда пісіріп аламыз. Тіске басарларды пісірген кездегі ескертетін нәрсе, тапаны алдын ала қыздырып алғаннан кейін, осылай тіске басарларды салғаннан кейін, астын ақырын отқа қойып қойған дұрыс. Себебі қамырымыздың құрамында қант болғаннан кейін қамыр тез қызарады. Тез қызарғаннан кейін олар тез пісіп кетіп, шикі болуы мүмкін. Сол үшін газдың астын ақырын отқа қойған дұрыс. Достар, осындай тіске басарды сіздерде дайындап көріңіздер. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Өте дәмді болады. Бұл тіске басардың ерекшелігі қамырды илеп болғаннан кейін көтерілсін деп күтіп отырмаймыз. Бір демде пісіріп алуға болады. Достар, мінекей аз уақыттың ішінде дәмді әрі оңай дайындалатын тіске басарлар әзірледік. Келесі рецептерді менің каналымнан жіберіп алмас үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Комментарий бөліміне өз қолдауларыңызды білдірулеріңізді сұраймын.